Бәріңе сәлем, сіздер мен Анель, сіздерді көрген үшін өте қатты қуаныштымын. Блогыма қош келдіңіздер. Жаңа үйімнен алғашқы блог, осы жерден көптеген блогтар сіздерге түсіретін боламын. Бүгін бізде қызықты тақырып болмақ. Сол үшін каналға жазылып, подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Алдыңғы жылы естеріңізде болса, мен карта желания жасаған болатын. Бүгінгі тақырып та соған байланысты. Дыбысқа мән бермейміз. Біздің домда қазіргі таңда ремонт жүруде, сол үшін осындай дыбыстар болуы мүмкін. Сол алдыңғы жылы 2023 жылы мен карта желания жасаған болатынмын. Осы ютубта бөлістім, және де алдыңғы жылғы видеосы да бар. Биыл соны қайталамақпын жаңа форматта. Бұл менің алдыңғы жылы жасаған карта желания. Негізінде көпшілігі орындалды, 70% орындалды. Қайсысы орындалды дейтін болсақ, мысалы инстаграмдағы оқырман саны кәдімгідей өсті, мысалы мына жерде көрсетілген елдердің біразына барды. Дубай, Грузия, Европа деген сияқты, Түркия деген сияқты елдердің біразына бардық. Одан кейін сұхбат беруге телевизорға шықтық, үй алдық, көріп отқандарыңызды, барлықтарыңызға жұғысты болсын, үй аңсап жүрген жандар. Мен үйді қатты тілеген болатын, алдыңғы жылы, осы жылы шүкір 2023-те алдық. Сондай сияқты көптеген нәрселер орындалды. Енді осы жылға да жақсылап тұрып дайындалып келдім. 2024-те арналған желанияларымды міне осылай жасап алдым барлығын. Негізінде карта желания өзі 8 бөліктен тұрады. Карта желанияның да жасалу реттілігі, жасалу схемасы бар. Әрине бір Аллаға тапсырамыз барлығын, бірақ карта желанияны жасаған кезде жаңағыдай жүйелі түрде өзіміз түсінетіндей, өзіміз қалайтын нәрселердің суретін ілетін боламыз. Негізінде карта желания осындай 8 бөліктен тұрады. Яғни махаббат, балалар, саяхат, карьера, оқу, отбасы, керекті дүниялар, одан кейін абырой. Ортасында өзіміз. Осындай 8 бөліктен тұрады. Қазіргі таңда мен өзім керекті суреттердің барлығын, ең оңай түрі ол Pinterest деп аталатын приложение бар. Осы приложениеға кіріп, керекті суреттерді тауып алсаңыздар болады. Кәдімгідей желанияңызды прям жазасыз. Мысалға, отбасымызбен Мальдивте демалыс деген сияқты. Әрине орыс тілінде жазсаңыздар тезірек шығады. Солайынан жазамыз, соған байланысты бізге әртүрлі картинкалар береді. Негізінде карта желанияның бір тағы лайфхак жері, көбінесе суреттер силуэт түрінде артқы фоннан тұрғаны жақсы. Себебі адамның түрімен емес, көбінесе артқы фонда немесе қара ақ силуэт түрінде тұрған жақсы. Сол, мен суреттердің барлығын бірінші жасайтын кезде Pinterest'тен жүктеп аламын телефоныма, одан кейін барлығын ноутбук арқылы бөлек-бөлек страницаға дайындаймын. Мысалы, осылайынан бөлек-бөлек 5-6 суретті жинап аламын, и одан кейін осылайынан бір страницаға дайындаймын. Сіздерге де осылай ыңғайлы болады. Сол кезде мына парақты шығарған кезде арты былайынан жабысатын парақ қылып шығарсаңыздар, примерно бір штугы 150 теңге мен 250 теңгенің орталығында тұрады. Солай 8 парақты шығарып аласыздар. Осы мынаны просто скотч ешнәрсе керек емес, былай ашып жабыстыра береміз. Ал енді бізде бірінші қадам, сіздер егер де жасайтын болсаңыздар, жаңағыдай бірінші суретті табасыздар, одан кейін барлығын бір-бір параққа реттеп жинастырасыздар ноутбук арқылы, одан кейін распечатка жасайсыздар, арты жабысатын болу керек. Немесе скотч болса, үйде скотч арқылы да просто ақпаратқа шығарып жасасаңыздар болады. Соны шығарып алғаннан кейін енді мынаны қиямыз. Қазір мен бірге сіздермен қиып тастайын. Сосын ескерте кететін жағдай, мұны біз қайда жабыстырамыз? Негізінде плакатқа да жабыстыруға болады. Менде алдыңғы жылы плакатта болды, бірақ көріп тұрғандарыңыздай плакат өте қатты мүжіріліп қалады жылдың соңына дейін. Одан да рамкаға немесе осындай қатты картондар болады, специально сурет салуға арналған. Осындайға да жабыстырсаңыздар болады, осыларда жақсы сақталады. Кейін мысалы мыналарды жинап қоюға да болады ұзақ уақытқа дейін. Сол осындайға істесеңіздер болады. Шамамен бағасы 5000 теңге тұрады. Енді әр қалада әртүрлі, может сіздерде арзан немесе қымбат шығар. Осындай алсаңыздар болады. Ал енді кеттік, мыналарды қиып тастайық. Ал енді барлығын қиып дайындап алдым. Сіздерге удобно болу үшін осылай істейін. Мына парақты визуалды түрде 8-ге бөлеміз. Бірінші бөлік, екінші бөлік, үшінші бөлік, 4, 5, 6, 7, 8 болып. Ортасында біздің суретімізге орын алу керек. Ал енді мына бірінші часть, бұл бізде махаббат деп аталады, яғни жолдасыңыз екеуіңізге байланысты, немесе қазір жүріп жүрген жігітіңіз екеуіңізге байланысты орын. Осы жерге керек суреттер жабыстырамыз. Мысал ретінде мен түсіндіріп өтейін, менде қандай суреттер бар. Мен өзім 5 сурет алдым. Мысалы осындай сурет.
мальдивте жүрген мысалы мен жолдасым балам деген сияқты. И одан кейін былай айтады, типа жолдасым екеуміз всегда бірге жүрейік, барлық мерекелерде бірге болайық, қымбат көлік мінейік, екеуміз де бай болайық деген сияқты дейді. Одан кейін жаңағыдай осындай суретті бірге өзіміздің үйімізге бөлек шығайық деген сияқты. Одан кейін осындай сурет мысалға Мальдивке бірге барайық. Яғни махаббат туралы ол адаммен махаббаттық қарым-қатынас қандай тілде, сондай тіліңізде жазсаңыз болады. Мысалы біреулерге көбінесе подарка беру арқылы махаббат тілі болады. Біреулерде жаңағыдай физический махаббат түрі болады. Қандай суреттер өздеріңізге келеді, қандай суреттер қажеттілік туғызса, соған байланысты етсеңіз де болады. Ал давайте осыны дейік. Визуал слайд. Сіз тоже ашуға көмектесем ғой. Все, жабыстырып болдық, махаббат бөлімі жабыстырылды. Енді мына жерге балаларға арналған тілектерімізді, яғни желанияларымызды жабыстырамыз. Балаларға арналғанда қалай? Егер сіздің балаңыз болса, балаға арналған, мысалы, балаңызды может садикке бергіңіз келетін шығар, мүмкін жүзуге бергіңіз келетін шығар, может бала сөйлемейді, оны сөйлеп кеткен қалайтын шығарсыз, может футболға бергіңіз келетін шығар. Яғни балаларыңызға арналған барлық өзіңіздің хотелкаларыңызды фото түрінде шығарсаңыз болады. Ал егер балаңыз жоқ болса, онда өзіңізге арналған, жаңағыдай өзім жүзумен айналысу, жаңағыдай саморазвитие дейміз ғой, соған байланысты нәрселерді қойсаңыздар болады. Бірақ мен всегда балама байланысты қоямын. Ал сіздерге көрсетіп жіберейін. Мысалға менде былай қандай суреттер бар екен. Мысалы, всегда балаңызбен демалу, да, баламды жүзуге беру, жақсы садикке орналастыру, баламның сөйлеп кетуі, баламның өзінің жеке бөлмесінің болуы, баламды футболға беру деген сияқты өзімнің хотелкаларымды осылайдан келістірдім. Ал енді осыны жабыстырайық. Балаға арналған бөлім бітті. Енді астыңғы бөлім саяхат. Менің өзімнің ең жақсы көретін және де ең көп орындалатын жағы осы жақ. Осыған да арнайы дайындаған болатынмын. Ең бірінші бұл бізде Катар. Катар қазір өте қатты байқасаңыздар популярный болып жатыр. Сол үшін Катарды белгіледім. Қытай, алла қаласа февральда Қытайға бару жоспарда бар. Одан кейін Швейцария, сосын Америка және де Мальдивқа мен өте қатты барғым келіп жүр. Өте қатты көп елдер салмадым. Ең барғым келетін 5 елді белгілеп алдым. Сіздер де өздеріңіз қатты барғыларыңыз келетін, осы жылы бара аламау дейтіндей елдерді жабыстырсаңыздар болады. Ал енді кеттік. Және де бір айта кететін жағдай, кейбіреулер карта желания жасаған кезде айтып жатады, что тілектер жазылып тұру керек деген сияқты да. Бірақ мен олай ешнәрсе жазбайды екенмін, шынымды айтайын. Мен ешқандай ешнәрсе жазбаймын, просто осылай жабыстырып шығамын. Ал жазатын нәрсенің барлығын блокнотыма жазып жүремін. Сіздер де өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай көрсеңіздер болады, жазсаңыздар да болады. Мысалға, немесе блокноттарыңызға жазып тек қана мен сияқты жабыстырып шықсаңыздар болады. Сүйікті частьті жабыстырып болдық. Келесі бізде бұл 1-2-3-4 часть. Бұл жерде карьера. Карьераға байланысты өзіміз осы жылда карьерный роста қандай нәтижелер күтеміз, соған байланысты өздеріңіздің тілектеріңізді, желанияларыңызды осы жаққа жабыстырасыздар. Примерно менде осылай. Көбінесе ақшалар салған жақсы деп жатады. Ақша көп болсын деген ниетпен. Сол үшін осындай долларлар, одан кейін мынандай атақты журналдарға шығу, да, осындай премиялар алу, көпшілікке пайдалы адамдардың қатарына болу, команда құру, алла қаласа келесі жылы. Осындай популярный лицо болу. Ал енді осыны жабыстырып тастайын. Сіздер өздеріңіздің қазіргі жұмыс баптарыңызға байланысты қойсаңыздар болады. Мысалы, әркім әртүрлі жұмыс жасайды ғой. Мысалы, біреулер тігінші болса, өзінің тігін шеберханасын ашқысы келеді. Немесе біреулер жаңағыдай өзінің орталығын ашқысы келеді. Біреу может өзінің кафешкасын, біреу может өзінің магазинін ашқысы келеді. Вот сондай сияқты ленточканы қиып атқан, сондай жаңадан бір нәрсе ашып жатқан адамдардың, яғни силуеттерін қойсаңыздар болады. Карьера бөлімі бізде толықтай бітті. Енді бізде 5-ші бөлім ол оқу. Яғни қандай білім аламыз, қай жағынан білімімізді жетілдіреміз деген сияқты нәрселер. Может, өздеріңіз бір курс оқуларыңыз келіп жүрген шығар, қымбат, иә? Может, жаңағыдай английский курсқа баруларыңыз келіп жүрген шығар, немесе право алуларыңыз келіп жүрген шығар деген сияқты барлық, или диплом алуларыңыз келіп жүрген шығар. Яғни барлық білімге байланысты, оқуға байланысты пункттың барлығын осы жерге жабыстырамыз. Мысалға, менде қалай? Менде әлі право жоқ. Мысалы, правоның оқуын оқып алғым келеді, мысалы, әртүрлі бизнес кітаптар оқу, сонымен қатар әртүрлі аналитикалық сайттарды зерттеу, білу, да.
одан кейін Марғұлан Сейсенбайдың курстарын алу, ол кісімен кездесіп бірге проектке қатысу деген сияқты үлкен тілегім бар. Және де өз-өзіме жұмыс жасау, яғни өзімнің теломен жұмыс жасау және де сол бойынша білім алу. Ал енді кетіп осыған жабыстырыпсыздар. Жаңа айтқанымдай, сіздер егер де диплом алайын деп жүрсеңіздер, там оны красный алғыларыңыз келсе, солай белгілесеңіздер болады. Менде осы білім бөліміне байланысты бір қызық жағдай болған. Мен универ оқып жүрген кезде 4-ші курста тоже осылай карта желания жасадым. Сол кезде карта желания жасаған кезде қызыл дипломның суретін ілгім келді. И Казгудың қызыл дипломының суретін тапқан жоқпын. Содан кейін интернеттен Россияның дипломы шықты. Российский Федерация, там диплом, красный деген сондай диплом шықты. И мен соны ілдім. Просто красный ғой, главный диплом деген жазу бар деп. Бірақ бір қызығы білесіздер ме, мен сол жылы Россияға магистратураға оқуға түсіп кеттім. И және де ол жерде менде әртүрлі ұлттың балалары, жаңағыдай қазақ, орыс, түрік достар болады да, международный шетелде оқу деген сияқты сондай бір сурет болған. Сол жылы аяқ астынан өзімнен өзім вообще ойламаған жерден Россияға оқуға кетіп қалдым. Сол үшін өздеріңіздің тілектеріңізге фокусын дұрыс ұстаңыздар. Алдыңғы жылы карта желанияда менде үйге байланысты осы жердегі тілектердің көбісі орындалды. Ол жерде мен дәл осындай үйдің эскизін сызған болатынмын. Эскизде терезе былайынан овальный болып, панорамный болып тұрады. Дәл сондай қазіргі таңда үйде отырмыз. Осы видеоны дәл сондай үйде түсіріп отырмын, Аллаға шүкір. Үй алсам екен деген сияқты тілектер өте көп болатын. Ішінде соның барлығы шүкір орындалды. Ал енді осы жылға да жақсы тілектердің фотоларын дайындап қойдым. Олар бірінші осындай. Яғни қазіргі таңда 2 бөлмелі үй болса, келесі жылы 5 бөлмелі үй алу. Одан кейін осындай үлкен терезесі болса, оның да сонымен қатар отбасылық демалыстар болса, яғни әке-шешемізді демалысқа апарсақ, болады үшеуміз осылай мирас бөлек тұрып, осылай үйімізде бірге таңғы ас дайындасақ деген сияқты нәрселер. Және де үлкен осылай жүрегінің бастамасын бастасақ деген тілектер. Негізінде үй бөлімінде нелер салынады? Үйге байланысты нәрселердің барлығы. Ол тек қана сіз, жолдасыңыз, балаңыз емес, ол үлкен әулетке байланысты. Әулеттің бірге қыдыруы, немесе той күтіп жүрсеңіздер, тойдың суреті, да? Немесе отбасыларыңызбен басқа жаққа, басқа елге көшкілеріңіз келсе, басқа елдің отбасылық суреті деген сияқты. Үй болса, қандай үйді хотите, соның фотосы, соның эскизі деген сияқты примерно. Яғни барлық отбасыға, әулетке байланысты жақсы тілектерді осылайдан шығарамыз. Енді осыны қарап тастайын. Келесі 7-ші бөлім, бұл бізде өзіміздің қасияларымыз. Қандай бағалы дүниелерді алғым келеді, не алғым келеді, қандай қымбат нәрсе. Ол жерде машина, брендовый сумкалар, брендтер, iPhone, iPad, тағы не бар. Яғни барлық қымбатты дүниелер өзімізге арналған, солардың суретін жабыстырамыз. Менде не бар? Менде машиналар бар, өзім алғым келіп жүрген машина. Ой, теріс болып қалды өзім. На машина суретін кішкентай болып қалыпты. И мынандай келесі жылы берсе брендовый товарлар алу, именно Гуччидің өз сумкасын алып жүр, осы сумканы алу, iPad алу, және де осындай браслеттер алу, осындай сағаттар алу деген сияқты нәрселер. Егер де бренд болса, примерно брендтің аты жазылған болса, күшті нелеріңізде, яғни Cartier болса, осылай жазуымен, упаковкасымен деген сияқты примерно солай десеңіздер жақсы. Айын осыларды тастайық. Хотелкаларымызды жабыстырып болдық. Енді бізде соңғы бөлім, ол абырой. Яғни қалай, қай жақтан атақты болып көрінгілеріңіз келеді. Примерно менікін көрсетейін. Жоққанын білмейміз. Инстаграмда 200 оқырман. Қазіргі таңда, кажется, 71 мың оқырман бар аудио. Соны 200 мыңға келесі жылдың соңына дейін жеткізу. Одан кейін сұхбаттарға шығу, өте атақты шоуларға, немесе атақты бағдарламаларға, одан кейін команда құру міндетті түрде, одан кейін осылай крутая жүру, Америкаға виза алу, үнемі бизнес-класспен ұшу, және де ютубта жақсы оқырман жинау. Сол үшін маған подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып, бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет. Ал енді кеттік, осыларды жабыстырайық. Сіздер өздеріңізге байланысты атақ абыройларды қойсаңыздар болады. Мүмкін студенттер көріп отырған шығар. Универде атақты болғыларыңыз келе ма, немесе там тиктокта оқырман жинағыларыңыз келе ма, қай жағын популярный болғыңыз келеді.
может ауылдағы ең білікті бір маман болғыңыз келеді ма, немесе жаңағыдай конкурстардан, белгілі бір конкурстар бар ғой, солардан орын алу деген сияқты, немесе жаңағыдай нелер медальдар ұстап тұру деген сияқты, қай жағынан өздеріңіз қалайсыздар жетістікті, абыройды, сіздер үшін не нәрсе абырой, вот соны іздесеңіздер болады. Бітті, біздің карта желаниеміз дайын. Осындай әп-әдемі болып шықты. Ортасына бұйырса өзіміз суретін беретін болады. Не осылай болып шығады? Барлығы жүйелі түрде махаббат, балалар, саяхат, карьера, оқу, отбасы, қажетті дүниеларымыз және де абырой. Мына жерде өзімізді сөйлейміз. Менікі дайын болды. Енді бұйырса 2025 жылы тағы да қорытынды жасайтын боламыз. Сол кезде қайсысы орындалды, қайсысы орындалмады деген секілді жаңалықтармен ютубта бөлісетін боламын. Карта желания жасауға мүлде ерінбеңіздер. Карта желания бұл деген біздің ойымыздағы армандардың бір ортаға жинақталуы ғой. Яғни арманымыз ол параққа түседі, одан кейін мақсатқа айналады күнделікті көргеннен кейін. Яғни сол мақсатты орындау үшін біз әрекет етеміз. Сол үшін сіздердің барлықтарыңызға кеңес беремін, осы жылдан қалмай карта желания жасап, прям сол үшін жұмыс жасауға. Себебі мына жердің өзінде примерно 70 арман жатыр, иә. Ал 70-100 арман жазып, бір жылға соны егер бір какой-то 50-60% болыңызақ, біз молодецпіз. Сол үшін сіздер міндетті түрде жасаңыздар. Ал егер де жасап, осы видео арқылы жасап жатсаңыздар, инстаграмға салыңыздар, мені отметка жасаңыздар, мен міндетті түрде көретін боламын. Барлықтарыңызға сәттілік, барлық тілек армандарыңыздың барлығы Алланың қалауымен орындалсын. Осы жылға тек қана сәттіліктер, бақыттар, байлықтар, жақсы денсаулық, әлемнің барлық жерін аралауды, успешная болуды, білімді болуды, сонымен қатар отбасыларыңыз аман болып, бүкіл хотелкаларыңызды алуды тілеймін. Бәріне пока-пока. Сау болыңыздар.